Білмеймін неге екенін. Үйдің ортаншысы болғаннан кейін шығар, маған көп көңіл бөлінбейтін. Барлық отбасыларда десем де, көптеген отбасыларда ортаншы балаларға айрықша көңіл бөлінбей жататыны рас қой. Мен де өз отбасымда сондай балалардың бірі болып өстім. Үйде 3 баламыз, жалғыз ұл, 2 қыз. Анам, ағам десе өліп-өшіп, соның сөзін сөйлеп қорғаштап шығатын. Ал әкем болса, сіңілім кенже болғаннан кейін бе оны қатты жақсы көретін. Кішкентай кезімізде мектепте мұғалімдер, туысқандар аға мен сіңілімді жамандап шықса, әке-шешем оларды жақтап сөзін сөйлеп шығатын. Ал мені керісінше сол жамандаған адамдармен қосыла, "Я бұл сондай, кімге тартқан, сөз ұқпайды" деп қоса жамандап кететін. Содан кейін бе білмеймін, өзімді өзім қорғамасам басқа ешкім маған жақтаспас деп. Мектеп кезінде ұлдармен де қыздармен де сөзге келіп төбелесе кететінмін. Бірақ сіздер ойлап қалмаңыздар, бұл мінезі нашар, кез келгенмен ілінсе кететін қыз шығар деп. Жоқ, негізі біреу тиіспесе өзімен өзім ешкімде шатағы жоқ жүре беретін қызбын. Бір оқиға айтайын. 10-шы сыныпта оқып жүргенде қарсы сыныпта оқитын қызбен қатты ұрсып қаламын. Ол менің жекеме өтетіндей қатты сөз айтқанда шымбайыма батқан сөзге шыдамай ол қызды итеріп жіберемін. Сол кезде мектептің тәрбие жөніндегі орынбасары көріп қалып, екеуміздің ата-анамызды жиналысқа шақырады. Оның да менің де анам мектепке келді. Кабинетке кірдік. Директордың орынбасары болған оқиғаны жіпке тізіп айтып жатыр. Сол кезде мен анамнан қолдау күттім. Бірақ ол маған ала көзбен қарап қоса жамандай кетті. Анамнан дәл сол жерде мұндай сөздер күтпеген едім. Ой сорлы, білмеймін, бұл қыз кімге тартқан, қанды ішіп бітті, сіздікі дұрыс деп тәрбие жөніндегі орынбасарға жақтасып кетті. Содан кейін бала жүрегім қақ айырылып сала бердім. Ойлап қоямын, қазір ана қыздың мамасы да ұрсатын шығар деп. Жоқ, мен ойлағандай емес, ол қызын жақтап, қорғап, қатесін көріп тұрса да шаң жуытпады. Менің қызым ақылсыз, тәртіпсіз емес, ұрса бір себебі бар шығар, бекерден бекер ұрмаған шығар деп қызын жақтап жатыр. Осы келеңсіз жағдай өміріме өшпестей із қалдырып кетті. Жиналыс бітті. Анам қасыма келіп, сұмырай, үйге кел, осыдан өлтіремін деді де тістеніп. Әрине мен анамның ашулы екенін көріп тұрмын, бірақ сол сөздерден соң тіпті көңіл күйім түсіп кетті. Солай сабақ бітті, кеш батты, үйге қайттық. Жол бойы, я Аллам, әкем естіп ұрыспаса екен деп жалбарынып бардым. Үйге келсем, әкем шай ішіп отыр екен. Бетіне қатты қарауға ұялдым. Бірақ әлі не жағдай болғанын білмейтін әкем жайбарақат отыр күндегідей. Содан анам шайға шақырды. Барып отырып бүгінгі болған жағдайдың барлығын айттым. Анам айтса қатты ұрсады ғой, одан да өзім қалай болғанын, менің кінәм жоқ екендігін өзім жеткізгім келді. Сонда әкем маған қарап, дұрыс қызым, ешкімге есеңді жіберме, жаным сол келе ғой деп құшағына баса кетті. Жылап жібердім. Бірақ қыз баласы болғаннан кейін бе анамның айтқан сөздерін көңіліме әлі тұр. Солай мектепті бітірдік. Студент кезіме туысқанымның үйіне тұруға тура келді. Сабағым түсте бітеді. Түсте келіп үй жинап, кешкі тамақты дайындап, тамақтан соң ыдысты жинап, қайта жуып, тазалап, солай жүргенде кеш батады. Сонда да жақпадым ғой. Жеңгем анама хабарласып, мына қызыңыз кешке дейін қаңғиды деп айтыпты. Оны естіген анам мені тыныш қойсын ба, келесі күні хабарласты. Тілі ащы ғой, неше түрлін айтты. Сол кезде көп болса 2-3 рет қана шыққан шығармын құрбыларыммен. Онда да сұранып кетемін. Көп уақыт жүрмеймін. Анам мені жек көреді, түсінгісі келмейді. Мені қорғамай бөтендердің тапанының астына шығып беретін деген ренішті әлі күнге дейін баса алмай келе жатырмын. Есіме түсте кішкентай қыздар сияқты бір жылап аламын. Аналарынан сыр жасырмай ақылдасып отыратын құрбыларыма
қатты қызығамын